Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үй жағдайында кептірілген жемістерден, яғни мини букет жасап көрсететін боламын. Яғни бұлар сухой фруктілер. Бізге керек заттардың барлығы алдымызда тұр. Палочкалар және де осындай әдемі қағаз керек болады. Және де бізге қосымшаға скотч, қайшы керек болады. Осы заттардың барлығына менде 700 теңге ғана кетті. Енді кезекте осы палочкамызды алып, осы палочкамызге біз жемістерімізді әдемі етіп қадап шығатын боламыз. Яғни түйреп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Және де осындай ірі біздегі жемістерімізді, яғни мейізімізді ортасынан бөліп, барлығының формасын бір-біріне кішкене жақындатып, бірдей формада жасап шығаратын боламыз. Яғни осылай қадап шығамыз. Мен мұнда мысалы өрікті видеодай көріп тұрсаңыздар, осылай ортасынан бөлдім. Дәл осылай кибиді де ортасынан бөліп шығамын. Бізге яғни букетіміз әдемі және де көп сияқты болып тұру үшін осылай уақыттап қылып осылай түйреп шығатын боламыз. Достар, менің каналымда сабындардың жасау жолын нөлден бастап үйрететін боламын. Жасап көріңіздер, үй жағдайында керемет кәсіптердің бірі. Қазір сіздерге сілтемесін жоғары жаққа тастап кетемін. Қызықтырса көрсеңіздер болады. Міне достар, мен барлығын осылай түйреп шықтым. Міне дәл көріп тұрғандарыңыздай. Өте оңай, жасап көріңіздер. Ендігі кезекте осы қорағамызды, яғни қорағамызды осы ортасынан осылай бөліп, гүл тәрізді етіп, соған ұқсастырып, осылай оларды да тоже палочкамен түйреп шығатын боламыз. Міне достар, осыдан кейін біз барлығын жинай бастаймыз. Мен осы кезекте кибилерді бірінші, яғни жасыл түсті жемістерімізді бірінші орап шықтым. Міне осылай жан-жағына қойып, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жасасаңыздар болады. Осылай барлығын өстіп каждый ретпен осылай скотчтап отырамыз. Яғни бізде жылжып қозғалып кетпеу үшін. Бізде нақты тығыз орналасу керек. Қолға ұстауға ыңғайлы болу үшін, яғни шашырап кетпеу үшін. Ендігі кезекте осылай қызылдарды алдым. Қызыл жемісімізді осылай. Оны да тоже осылай скотчпен түйреп шығамыз. Міне достар, менде барлығы дайын болып қалды. Ендігі кезекте осы бізде букетімізді сыртын қаптап шығатын боламыз. Яғни осындай әдемі қағазымызбен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қаптасаңыздар болады. Мен өз фантазиям бойынша қаптап шықтым. Достар, жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Сатып алғаннан көрі өзіңіз жасап сыйласаңыздар болады жақындарыңызға. Керемет, өте пайдалы тамақтардың бірі, өнімдердің қазіргі таңда қыс мезгілінде. Жасап көріңіздер.
Міне достар, менде букетім дайын болды, яғни мини букет деп айтсам болады, кішкентай ғана. Сыйлауға өте әдемі, өте қолжетімді бағада, өте ерекше әдемі көрінетін өнімнің бірі. Жасап көріңіздер достар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.